Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-ке қосылып, футзалды тамашала. Армысыз құрметті көрермен, қайырлы кеш барша футзал сүйер қауым. Тікелей эфирде әдеттегідей футзалдан Қазақстан чемпионаты 9-шы турға келіп жеттік және Оралдың Бәйтерек командасы өз алаңында Ақтаулық Каспийді қабылдайды. Бұл батыс дербиі. Бүгінгі күнге жоспарланған 9-шы турдағы соңғы кездесу. Бүгінгі ойынның бас төрешісі мінекей назарларыңызда шалынуға дайын. Сәрсенбі күні 20 қараша күні Қайрат пен Атырау кездесу өткізді. Алғашқы матч 5-2 есебімен аяқталды. Екінші ойында Қайраттың пайдасына 1-0 аяқталды. Ал біздің кездесудегі алғашқы 40 шалынды. Кездесу Қарағұлы және гол! Есеп 0-1, есеп 0-1, есеп ашқан Доглас Риси Каспийдан. Мұндайды ешкім күткен жоқ. Үштік топпен ойнайды. Дәл бұл спорт түрін. Тамаша пас, Чебеков және гол! Есеп 1-1. Нигуева таразбасын теңестірді, бірақ артынша өз жарақат алып қалған секілді. Бірден жерге отыра қалды. Нигуева көп созған жоқ Бәйтерек. Және тамаша мүмкіндік. Және допты қақпаға бағыттаған Жандос Атағұлов. Енді жылдам шабуылға алаң иелері кетті. Соққы және гол! Ильяс Бөлекбаев, Бөлексің палуан, қандай гол! Қадірменді көрермен, өкшемен өзіне берілген мүмкіндікті тамаша пайдаланды. Және қақпаның бағанасы құтқарды. Осымен екінші мәрте бірінші таймда Ақжол Қайратұлын тура Далтынның қолына тепті. Қателік, Штебеков қателесті. Литовских, тамаша пас және гол! Есеп 2-2. Александр Серегин таразбасын теңестірді. Оған нәтижелі пас тасырған Елисей. Бәйтеректің ирандық легионері Раханжан допты тартып алды. Норин және гол! 3-2. Бәйтерек тағы да көп созбады бұл жолы. 3-2. Қадірменді көрермен. Бірінші рет төбе көрсетіп отыр міне. Және гол! Бөлекбаев дубль авторы бүгінгі матчта. 29 минутта Бәйтеректің 4-ші голын соқты. Александр Локин. Қапталда. Тамаша пас ортада және гол! Лукин есеп айырмасын қысқартты. Қадірменді көрермен. 4-3, көп созған жоқ. 30-шы минутта Александр Лукин. Бәйтерек қайтадан басымдылықты қолына алды. Қарақұлов. Жылдам шабуылға кетті. Нағашыбай және гол! 5-3. Рикардиньо есепті 5-3-ке жетті. Қадірменді көрермен. Жылдам қарымта шабуылды Каспий командасы жіберіп қойды. Риси пас өтпеді. Қақпа бос және гол! Ғазиз Нағашыбай есепті 6-3-ке жеткізді. Қадірменді көрермен.
6-3. Бос қақпаға допты тоғыта салды. Қиыс кетті. Осымен ойын аяқталды. Қадірменді көрермен, Бәйтерек командасы 9-шы турда Каспийді 6-3 есебімен жеңді. Бәйтерек сапында көзге түскен Нигуева 9-шы минутта, Бөлекбаев 12-ші және 29-ші минутта, Әлшер Нурин 24-ші минутта, Рикардиньо 31-ші минутта және Ғазиз Нағашыбай 38-ші минутта. Каспий сапында Дуглас Риси 8-ші минутта, Александр Серегин 23-ші минутта және Александр Лукин 30-ші минутта. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.